Баршаңызға сәлем. Менің арнама қош келдіңіздер. Осындай құймақтардың рецептімен бөлісемін. Өте жұқа, дәмді. Ендеше кеттік. Алдымен ыдысымызға 4 жұмыртқаны салып, жақсылап араластырамыз. Сүтіміздің жартысын құямыз. Жақсылап араластырамыз. 2 шай қасық қант саламыз. Жарты шай қасық тұз саламыз. Ұнымызды саламыз. 9 ас қасық шамамен. С горкой. Жақсылап араластырамыз. Біркелкі болып шығу керек, түйіршіктер болмауы керек. Қалған сүтімізді құямыз. Араластырамыз. Екі ас қасық май құямыз. Менің арнама жазылып, қоңыраушаны басып, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Комментарийге өз рецептіңізбен бөлісе кетіңіз. Ендеше блинді жасауға кірісеміз. Жақсы қыздырылған табамызды майлаймыз. Орташа отта пісіреміз. Блинді құйып, бір тегіс қылып айналдырып, 30 секундтай ұстасаңыз жарап қалады. Келесі бетін айналдырамыз. Осылай пісіріп аламыз. Менде 15 штуктай шықты. Варенье мен творог салып арасына ет салып әртүрлі қылып жесеңіздер болады. Өзіңіздің қалауыңызша. Мен шоколадный ганаш пен банан салдым начинкасына. Шоколадты бір шай қасық ішіне май салып, микроволновкада ерітіп алдым. Немесе водяной баняда, яғни буда ерітіп алсаңыздар болады. Бананды жіңішке етіп турадым. Енді осылай блинларымызды алып, шоколадты сиропты құйып, үстіне банандарымызды салып, осылай жауып, арасына тағы да шоколад жасап, барлығын істеп аламыз. Менде 3-еуіне жетті банан. Мінекей осындай болып, қалауыңызша әсемдеп қойыңыз. Бетіне шоколадты сиропымды жасадым әдемілік үшін. Бір жасағаннан шығады бұл рецепттер. Жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған мен Нұрайым. Сау болыңыздар.